Бүгін сіздердің сұрақтарыңызға жауап берейін. Кореяға қалай келсек болады дейді. Кореяға кета тапсырасыздар. Кетада өздеріңіздің турист екеніңізді дәлелдесеңіздер, кетада одобрение береді. Сол одобрениені алған соң билет алып Кореяға ұшып келе аласыздар. Бірақ кета тапсырдым, кетадан одобрение болды, 100% өтіп кетем деген соғыр сеніммен арылу керек. Жақсылап тұрып дайындалу керек. Прям таможнядан өтетін сұрақтарды ағылшынша қояды. Соған дайындалыңыз. Қай елден келдің, қанша күнге келді, не үшін келдің деп ағылшынша таможнядан сұрақтар қояды. Соның бәріне ағылшынша жауабыңыз дайын болу керек. Ютубта, Гуглда тола, мен өз басым жеке Кореяға келетін кезде бір ай күніге 2 сөз, сондай ағылшынша сөз жаттадым. Осындай 7 күнге келатырмын, осындай гостиницаға тұрақтанамын, осындай жерлерді аралаймын, бірінші рет келіп жатырмын деп ровно бір ай еще жұмыс істеп жүрмін. Күніге 2 сөз ағылшынша тілінен жаттаймын. Азаннан кешке шейін айтып жүре берем. Кореяға келгісі келетін жандар болса, таможняда қойылатын сұрақтарды ағылшынша жаттаңыздар. Күніге 2 сөз жаттаңыздар, тез үйренеді. Ол плюс болып есептеледі. Сіз өзіңіздің турист екеніңізді дәлелдеуіңіз керек. Кета сайтының тапсырасыздар, где-то 3,5 мың теңге төлейсіздер. Сол жақта өзіңіздің турист екеніңізді бланк толтырасыз ғой, соқта дәлелдеуіңіз керек, сендіруіңіз керек, что сіз ойға гастарбайтер жұмысқа емес, турист ретінде бара жатқаныңызды дәлелдеуіңіз керек. Содан кейін барып, кетадан одобрение береді, немесе бермейді. Одобрение бермеген жағдайда 6 айдың ішінде 3 рет кета тапсыруға мүмкіндігіңіз бар. 3 рет тапсырасыз, 6 айда 3 рет қой, 3 рет. Содан кейін сол кетадан одобрение алып жатсаңыздар, билет алып, ағылшынша дайындалып, әдемі туристер сияқты киініп келсеңіздер болады. Кореяда жұмыс көп, табыс табу мүмкіншілігі көп. Кореяда 700 мыңнан 2 миллионға шейін айына таба аласыздар. Ол өздеріңіздің пысықтықтарыңызға, еңбекқорлықтарыңызға байланысты. Егер еңбекқор болмасаңыздар, жаловаться етіп, ана кәріс ұнамайды, ана жұмыс ұнамайды деп жүре берсеңіздер, ешқандай ақша да болмайды, табыс та болмайды, сөйтіп бәрін жамандап елге қайтып кету мүмкіндігі жоғары. Егер пысық болсаңыз, мұны жұмыс істеймін, табыс табамын десеңіздер, болады. Сол ниетті дұрыстау керек қой. Негізі көп таныстарым келген, көп таныстар келді, не келді, андай ғой, тілмен пысық та, керемет пысық тілмен. Ал уже іске келген кезде, ой, мынау пысық адам осындай ма деп қалдым ғой. Сөзге келген кезде, іске келген кезде тым тірлік істей алмайды, тек жамандаудан басқа ештеңе білмейді. Ондай адамдар, естественно, даже ең ұзақ шыдағандары 1 жыл ғой. 1 жыл шыдап, 1 жылдан кейін елдеріне қайтты, ештеңесіз. Не жұмыс істеген жоқ, нормально, не табыс тапқан жоқ. Сондай еңбек еткілеріңіз келмесе, бұнда келудің қажеті жоқ Кореяға. Бұл жақта нағыз еңбек етем, азаннан кешке шейін жұмыс істеймін, қорықпаймын ештеңеден, қара жұмыстан қорықпаймын дегендер келулеріңізге болады. Сол. Басқа қандай сұрақтарыңыз бар? Өзбекстаннан көп адамдар жазыпты. Өзбекстан әйелді азаматтар қалай келем деп, өзіміздің сол қарақалпақ азаматтары. Сіздерде өзбекстанский паспорт қой. Сіздер тек қана $10,000 корейский виза посольстводан жасатсаңыздар болады. Өзбекстан паспортына виза, Өзбекстан мен Корея Республикасының арасында виза бар ғой. Егер $10,000 болса, $10,000 болмаса, онда жинап, сіздерге виза жасату керек, қарақалпақ ағайындылар. Немесе бір кәріс азаматына, сол жақтан бір таныс кәріс азаматына ақшаңызды беріп, фиктивный брак жасатып,
екеуіңіз бірге Кореяға ұшып кетсеңіздер болады. Бір-екі танысым, қарақалпақ танысым солай жасады. Кәріс азаматымен фиктивный брак орнатып, екеуі бірге Кореяға ұшып кетіп, кейін ол кәріс азамат қайтып Өзбекстанға ұшып кетті. Ал нелегал болып өстіп қалады, жұмыс істеп жүр әлі. Сол Кореяға тек кета тапсырып, кетаның жауабымен бірақ дайындалып келе аласыздар. Кореяда сол жоқ дегенде 700 мыңнан сол 1,5 2 миллионға шейін. Ай сайын $300 квартираңызға кетеді, $200 тамағыңызға кетеді, енді минус $500, $400 жаңағы өмір сүруіңізге кетеді ғой, сөйтіп есептейсіздер ғой.